осы қоғам қайраткеріне ағартушы Қайым Насыриге 200 жыл толып отыр. Осы шараның құрметіне біз Мирас жастар, татар жастары ұйымы және де Шәкәрім университетінің білім берудің жоғары мектебі тарих кафедрасы бірлесе отырып студенттерге, қонақтарымызға шара ұйымдастырып отырмыз. Халықтың тіл негіздеген ғалым ғой, грамматикасын жазған, сөздіктер шығарған, керемет. Сосын ұлттың өзінің патриоты, керісінше заманда мысалы татардың өзінің әдеби тілі қалыптасып жатқан заманда бұл тіпті қарсы шыққан кісілерде болған тұлғалы Қайым Насыри оны негіздеген. Қайым Насыри белгілі бір саланы ғана емес, жан-жақты маман ғой. Тек қана мысалы анатомия, физика, математика жағынан ғана емес, тілді де зерттеген. Мен өз салама келетін болсам, грамматикалық жағынан да татар тілінің синтаксисін зерттеуде өте көп үлесін тигізген ғалым. Қайым Насыридің еңбегін, мұрасын насихаттаудың маңызы зор деп білемін. 1950 жылдары, 40 жылдары көйлек түрік халықтарының, татар, башқұрт, құба халықтарының мәдениетін, әдеби мұрасын жинаған